Мен мынандай мал құраны көрген жоқпын. Мен бір бақырмын ғана келіп. Даланың микробы мынау. Гүлзира Айтешева 29 аптасында босанды. Айтуынша нәрестенің денсаулығында мін болмаған. 1 келі 700 грамм 42 сантиметр болып туған бала 2 күн өмір сүріп үлгерді. Алайда дәрігерлер Гүлзираға 10 мың теңгенің құнарландыратын қоспасын алдырып, соны қабылдағаннан кейін баланың іші түйіліп бастапты. 12-де бала ауырып бастады, ол құсып бастады. Содан бері қарай врачтар қараған жоқ, содан болып тұр. Барсам біздің жаңа реаниматолог врачымыз кетіп қалған, заведующий, новый дежурный врач келген, ол кісі кухняда тамақ ішіп отыр. Барып балама барсам, балам жалғыз өзі жатыр, медсестра жоқ. Гүлзира Айтешева баласы шетінегенде дәрігерлердің ұялы телефон шықып отырғанын айтты. Мұнымен қоймай олар рұқсатсыз жатыр түтіктерін байлап тастаған көрінеді. Перинаталдық орталықта ақшалы адам ғана алшаңдап басалады деп күйінді ол. Мынаның ішінде болып жатқан адамды ешкім білмейді, не істеп не қойып жатқандарын. Бұл жерде мен қанша келіншектер бар, бәрі ақша берген, реанимацияда жатыр, балдары жатыр. Мен ақша беруге де жағдайым жоқ, мен жүрмін. Орталықтағылар болса бала шала туғандықтан шетінеді деп отыр. Дәрігерлердің тарапынан еш ағаттық болмағанын жеткізді. Ішіне түйілуіне енді бәріне шалалықтың проблемасы деп ойлаймыз. Күні жетпегендік, өйткені бала деген өте шала. Бірақ салмақ жақсы болған менде негізгі жаңағы гестациялық уақыты өте аз. 29 апта дегеніміз бұл 7 айға да жетпейтін уақыт. Сместе оны кез келген шала туылған нәрестелерге беруге болады. Бүгінде профессорлармен сөйлестік, оның ешқандай несі жоқ. Туылған күннен бастап ол жаңағы емшек сүтінің кішкене жаңағы құнарлығын арттыратын дәрі. Соңғы көрсеткіштерге сүйенсек, Маңғыстау облысы ана мен бала өлімі бойынша 2-ші орында тұр. Өткен жылы өңірде 154 сәби шетінеген. Сәбиінен айырылып қайғы жұтқан ана сотқа жүгінбек. Баланың сынамаларын сараптамаға жолдапты. Әзірге шағымданушының талаптары орындалып, қазір ол үйіне жөнелтілді. Ертең оған ота жасалмақ. Ал сараптама нәтижесі 1 айдан кейін ғана белгілі болады. Сол кезде істің ақ-қарасы анықталмақ. Айсара Айтман, Ролан Аметұлы, Айнақпарат.